Сәлеметсіздер ме, балалар, қалдеріңіз қалай? Туралы Гакку әлемдік өнерінің биік өресі атты яғни шағын жазу болатын. Ендеше осы бойынша сіздердің үйге берілген тапсырмаға дайындалған шығармашылық жұмыстарыңызды көріп таныстым. Дегенмен де бүгінгі Zoom бағдарламасы бойынша платформасы арқылы біздер сіздердің ой толғауларыңызбен танысайық. Бір-екі студент оқыса, Арсен, оқи қойшы. Гакку әлемдегі өнердің биік өрісі деп ел арасында кеңінен тараған. Оны Гаккуды үкілі образ жазды. Гакку әні негізі Қыз жібек операсының негізгі музасы болып табылады. Жарайсың, Арсен. Тағы да, Сәулебек. Үкілі ыбырай Гакку өлеңін жас кезінде өзі ғашық болған Хакима сұлуға арнаған. Хакима басында ыбырайды сынап жүреді. Содан кейін ақын сұлудың сұлулығына ғана емес, ибалығына, батылдығына да ғашық болады. Осы өлең шығарады және. Жалпы өлеңнің негізгі тақырыбы мен идеясы жалпы тарихы жөнінде жазғансың. Жарайсың, Сәулебек. Ендеше балалар, бүгінгі жаңа тақырыбымыз бойынша Classroom платформасына кіреміз. қ 311 топ бүгінгі студенттер электрмен қамтамасыз ету мамандығының болашақ үлкен мамандары. Арман қуып ауылдан асып, келді көп қыз көп ұл. Жатақхана шағын қалашық, болдау мекен өмір. Көбелектей жалынға ғашық, алып ұшқан көңіл. Көңіл тойған қарындар ашып, студенттік өмір. Өмірді сағындым, бастауындай бағымның. Студенттік өмір ең соңғы кезеңі ерген шағымның. Студенттік өмірді сағындым, бастауындай бағымның. Студенттік өмір ең соңғы кезеңі ерген шағымның. Балалар, бүгінгі жаңа тақырыбымыз балуан шолақ жөнінде болды. Балуан шолақ дегенде бізге жаңағы апайтөс балуан, біздің құшақ жетпейтін кіртасын көтерген алып күш иесі көз алдымызға елестейді. Балуан шолақ дегенде Ғалия әні ойға оралады. Балуан шолақ дегенде артынан аңыз ерген үлкен алып тұлға мұнартады. Балуан шолақ дегенде кісінеп келіп тұрғандай ақбоз аты ойға оралады. Яғни балуан шолақ өзінің сазгерлігі мен ақындығымен қоса елге әдебиет саласына, қазақ әдебиет саласына мол мұра қалдырған ақын ретінде, әдебиетші ретінде, композитор ретінде, және де алып күш иесі ретінде мәңгі сақталмақ. Ендеше бүгінгі сабағымызды қорытындылай келе, балуан шолақ Нұрмағамбетұлының өмірі мен шығармашылығы туралы оқып танысу. Сонымен қатар балалар, дәптерлерімізге жазып аламыз, балуан шолақтың басқа әнші ақындардан ерекшелігі қандай? Және де балуан шолақ өлеңдерінде ақынның бейнесі қалай көрініс табады деген сұрақтарға өз шығармашылық жұмыстарымызбен жазба жұмысын жіберіп, оны Classroom платформасындағы үйге тапсырма парақшасында кері шығармашылық жұмыстарымызды жібереміз. Баршаңызға сабақ түсінікті ме, балалар? Иә. Сау болыңыздар, келесі кездескенше амандықта болайық, балалар. Сау болыңыз.